Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте нәзік және дәмді, оқтаусыз дайындалатын бал торттың рецептісімен бөлісемін. Каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Бал тортты дайындау үшін алдымен майды, қантты және балды орташа отта толығымен ерітіп аламыз. Массамыздың асты жабысып қалмауы үшін жиі-жиі лопатканың көмегімен араластырып отырамыз. Массамыз толығымен еріп қызған кезде бетінде көпіршіктер пайда болады. Осы кезде тағы да 1 минуттай араластырамыз, одан кейін оттан түсіреміз. Ыстық күйінде ас содасын қосып, массамызды аппақ көпіршік болғанша толығымен жақсылап тез-тез араластырамыз. Массамыз толығымен суығанша жұмыртқамызды дайындап аламыз. Жеке ыдысқа 3 жұмыртқаны жарып, шанышқының көмегімен 1 келкі масса болғанша жақсылап араластырамыз. Массамыз толығымен суығаннан кейін өз қалпында араластыра отырып, үстінен жұмыртқаны қосамыз. Жұмыртқаны барлығын бірден қоспаймыз. Келесі ұнымызды аз-аздан қоса отырып, 1 келкі қоймалжың масса жасаймыз. Өзіңізге ыңғайлы форманың және пергамент қағазының көмегімен жақсылап үлгі жасап аламыз. Менікінің диаметрі 22 см. Үлгінің көмегімен массамызды жұқа қылып айналдыра жағып шығамыз. «180 градуста қызып тұрған отқа қоңырқай түске енгенше 5-7 минуттай пісіріп аламыз. Пергамент қағазын тазалай отырып, тағы да бірнеше рет пайдалануға болады. Мен барлық корждарды 1 пергамент қағазымен пісіріп шығамын. Бал тортымыз әдемі, 1 келкі болуы үшін кольцоның көмегімен жақсылап қиып аламыз. Торттың жан-жағын оқтаудың көмегімен жақсылап сатып аламыз. Бұл бізге тортты әрлеуге қажет болады.
Мінекей, осындай әдемі эластичный 5 корж шықты. Енді кремін дайындаймыз. Крем үшін бізге қант ұнтағы, кілегейлі сүт және де қаймақ қажет. Блендердің немесе миксердің көмегімен бір келкі қатты қою емес масса болғанша араластырып аламыз. Тортымызды кольцоның ішіне орналастырып, әрбір қабатына молырақтан крем салып, жинақтаймыз. Барлық қабатын жабыстырып болғаннан кейін 30 минутқа холодильникке қойып қоямыз. Холодильниктен шыққаннан кейін кольцоны шешіп, жан-жағына крем жағып, ұсатылған ұнтағымызды айналдыра жабыстырып шығамыз. Ең соңынан бетіне кремін жағып, қалған ұнтақпен бетін толығымен көмкереміз. Тортты әртүрлі жеміс-жидектердің көмегімен әрлеуге, әсемдеуге болады. Бұл өз қалауыңызда. Осымен аузыңызда ерейтін өте дәмді және нәзік бал тортымыз дайын. Астарыңыз дәмді болсын.